Шаруалар мен дихандар агротехникалардың утил алымын 1 жылға тоқтатуды талап етті. Агроөнеркәсіп кешеніндегі қауымдастықтар мен салалық кәсіподақ өкілдері осындай мәлімдеме жасады. Олардың айтуынша шаруашылық техникаларын пайдалану алымы азық-түлік бағасының өсуі мен машина жасау саласының тоқырауына әкеледі. Сондай-ақ қалдықтарды жинау есебінен ауыл тұрғындарының табысы төмендегенін алға тартты. Тақырыпты тілші толықтырады. Былтыр елдегі шаруалар утилдік алымдар үшін 30 миллиард теңге төлеген. Мұндай шығын ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасына әсер етпей қоймайды. Әрі өнімнің бағасын тұрақты ұстап тұру мүмкін емес. Жаңадан шыққан техника қандай кәдеге жарату шығын болуы мүмкін. Ол әлі кем дегенде 20-25 жыл жұмыс істейді. Екіншіден экологиялық алым дейді. Ол ауыл шаруашылық техникасы далада жұмыс істейді. Одан ешқандай да экология келетін зияны жоқ. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз еткіміз келсек, ауыл шаруашылығы өндіріс өнімінің өзіндік құнын түсетіндей жағдай жасау керек. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мамандары былтыр сатып алынған трактор мен комбайнның 11% ғана утил алым төленгенін айтады. Ал басқа ауыл шаруашылығы техникаларына кәдеге жарату алымы алынбаған. У нас Алдын ала қорытынды бойынша 2021 жылы 6000-ға жуық трактор, 1400-ден астам комбайн сатып алынған. Оның тек 11% ғана импорттық техника болған. Қалған 89% отандық өндіріс болғандықтан Қазақстанның аумағында сатып алынған. Ал отандық өндірушілер өнім құнына кәдеге жарату алымын қоспайды. Жиынға келген шаруалар агромашиналардан бөлек қосалқы агрегаттардың да бағасы бірнеше есе шарықтап кеткен дейді. Соңғы 5 жылда елдегі машина өндірушілер әрбір техниканың бағасын 3 есеге көтерген. Өйткені еліміздегі машина жасаумен айналысатын зауыт өнімдерінің 90% сырттан тасымалданады. Сондықтан машина жасау өндірісі ел экономикасы үшін тым қымбатқа түсіп отыр. Баяғыда жергілікті осы Қазақстанда құрып жатқан компания комбайны 20 миллион теңгенің көлемінде болды. Әгіден НДС-ті алып тастады, әгіден утил сборды алып тастады, әгіге арзан ұлттық қордан небір кредиттар, көтермелер берді, соның барлығын алып тастағанда әг алды да 40 миллион болды. Сонда не бұл болып жатқан? Значит, мына жасап жатқан дүниенің тетігінің бірдеңесі дұрыс емес. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 20-ға жуық қауымдастық өкілдері ауыл шаруашылығы техникасының қайта өңдеу төлемін толық алып тастауды талап етті. Сондай-ақ 2021 жылы шаруалардан жиналған 30 миллиард теңге қаражатты қайтаруды да мақсат етіп отыр. Ал қалдықтарды жинаудан өнімделген қаражат ауыл инфрақұрылымын дамытуға жұмсалса деген тілектерін жеткізді. Сәбит Әлдебай, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.